Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді, пышный болып, жұп-жұмсақ болып және арасына шоколад қосылып жасалынатын панкейкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл панкейкелерді балдарыңыз сүйіп, сүйсініп жейтін болады. Керек заттардың құрамын барлығын описаниеге қалдыратын боламын. Және де каналға тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Алдағы уақытта күшті рецепттер болады. Ең алдымен үлкендеу отысымызға жылы айранымызды құямыз. Егер салқын болса, газге кішкене жылытып алыңыздар. Айранымыздың үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырып, бізде осылайдан 2-3 есе массамыз көбейетін болады. Одан кейін 2 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Менде 4 ас қасық қант, жұмыртқа холодильниктен бола береді, жылы мұздай қарамайды. Осының барлығын венчикпен жақсылап араластырып, үстіне 4 ас қасық шемішке май құйып, тағы да бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңағы 2 есе ұлғайған кефирімізді құйып, тағы да бір араластыратын боламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз да массамыздың үстіне 3-4 бөлікке бөліп отырып салып, венчикпен жақсылап ешқандай комочек қалмағанша араластыратын боламыз. Бізде я сұйық емес, я қою емес, орташа масса шығу керек. Мінекей біздің массамыз дәл осындай болу керек видеодағыдай. Одан кейін жай отта қызып тұрған сковородкамыздың үстіне май жақпаймыз, осылайынан құймақтарымызды құйып алып, арасына шоколад салсаңыздар болады. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым, немесе арасына ештеңе салмай қойсаңыздар да болады, бірақ шоколадпен өте дәмді болады. Осылайынан шоколадымыздың бетін жауып, аунатып, екі жағын жақсылап пісіріп алатын боламыз құрғақ тапамызда. Осымен біздің панкейкелеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.